Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қазақша, арабша Құран оқу. 16-шы Ан-Нахл сүресі. Ан-Нахл аралар деген мағына. 30-шы аят. Қуған шайтан кесірінен Аллаға сыйынамын, аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Аллаға асылық қылып күнәға батудан қорыққан тақуа жандарға Раббыларың не түсірді делінсе, олар тек жақсылық түсірді деп жауап береді. Бұл дүниеде өзінің әрдайым Алланың назарында екен жадынан шығармай үнемі игі істер істегендер үшін ешкімнің ойына да кіріп шықпаған керемет тосын сый бар. Ақырет мекені болса әлбетте бәрінен қайырлы, бәрінен артық. Тақуа жандардың ақырғы мекені тұрағы қандай ғажап еді. Енді арабшасы. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. صدق الله العظيم. Қисапсыз нығметке толы мәңгілік бақыт мекені адын жаннаттары. Олар сол жерге кіреді. Ол жерде жайқалған жасыл баулардың арасынан және зәулім сарайлардың іргесінен өзендер ағып жатады. Онда олар не қаласа соның бәрі табылады. Міне Алла тақуа жандарды осылай сый-сияпатқа бөлейді. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Джаннату аднин ядхулунаха таджри мин тахтиха ал-анхар лахум фиха ма яшаун كذلك يجزي الله المتقين. صدق الله العظيم. Періштелер ондай тақуа жандардың жанын күпірлік, кешірілмес күнә, зұлымдық атаудан ада болған пәк күйінде алады. Һәм оларға сендерге есендік пен тыныштық тілейміз. Істеген игі істерің үшін жұмаққа кіріңдер деп қошемет көрсетеді. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Ол кәпір мүшриктер иман етпей нені күтуде? Жан алатын яки азап әкелетін періштелердің түсуін бе? Әлде Раббыңның жермен жексен ететін жойқын пәрменінің келуін бе? Олардан бұрынғылар да дәл солай істеген еді. Алла оларға әділетсіздік жасамады. Керісінше олар Аллаға серік қосып күфірлікте және күнәда табандап өз-өзіне қиянат жасаумен болған еді. Сөйтіп өз-өздерінің обалына қалған еді. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. Ақыр соңында істеген жамандықтарының кесірі өздеріне тиді және пайғамбарға қане келтіретін азабың болса тезірек келтірсеңші деп өздері мазаққа айналдырған азап өздеріне жан-жақтан құрсау салды. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. Аллаға өзгелерді серік етіп қосқандар Алла тағала қалағанда біз де ата-бабаларымызда одан өзге еш нәрсеге құлдық ұрып табынбас едік һәм оның бұйрығынсыз еш нәрсені харам қылмасты едік деп айтты. Олардан бұрынғы мүшриктер де солай істеген болатын. Ендеше пайғамбарлардың міндеті Алланың өздеріне тапсырған жолдауын ашық түрде жеткізуден өзге не болмақ. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. Садақаллаху лазим. Расында әр үмбетке бір Аллаға құлшылық етіңдер. Адамдарды Алланың ақ жолынан тайдыратын тағуттан, шайтаннан, жалған құдайлардан ел жұртты Алланың
ақ жолдан тайдырушы зұлым күштерден аулақ жүріңдер деп ескертетін бір пайғамбар жібердік. Нәтижеде Алла олардың бір бөлігіне тура жолға түсуді нәсіп етті, ал енді бір бөлігіне қатысты өздері соған лайық болғандықтан адасады деген лайықта да кесімді үкім шықты. Олай болса жер бетін шарлап пайғамбарларға олар әкелген қасиетті жолдауға сенбегендердің ақыры не болған өз көздерімен көріңдер. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Садақаллахул азим. Уа Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, сен оларды тура жолға салу үшін қанша жерден ынталансаң да, Алла өзі адастырған құлдарын әсте тура жолға салмайды. Һәм ондайларға қол ұшын беретін бірде-бір жәрдемші де табылмайды. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. Садақаллахул азим. Олар бар ынта жігермен Алла өлгенді қайта тірілтпейді деп Алланың атымен ант етті. Жоқ, тірілтеді. Бұл оның міндетті түрде жүзеге асырамын деп өз-өзіне берген хақ уәдесі. Алайда адамдардың көбі бұл ақиқатты білмейді. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Садақаллахул азим. Алла оларға өзара таласып тартысқан нәрселерін, яғни иман ақиқатын ашып көрсету әрі күпірлік қылғандарға өтірікші кәззап болғандықтарын білдіру үшін барлық өлілерді қайта тірілтеді. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. Садақаллахул азим. Біз бір нәрсенің болуын қалағанымызда оған бар болғаны бол дейміз. Сонда ол сол сәтте бола қалады. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. Бір Аллаға сенгені үшін өз жерінде әбден зәбір жапа көргеннен кейін Алла үшін елін, жерін тастап хижрет еткендерді бұл дүниеде жайлы қонысқа жақсылап орналастырамыз. Бұл ақыретте берілетін сый-сияпат болса, шәк шүбәсіз одан әлде қайда зор. Әттең адамдар мұны білсе ғой. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Садақаллахул азим. Олар Аллаға иман келтіргені үшін бастарына келген көптеген қиыншылықтарға сабырлық танытты әрі әрдайым Раббыларына ғана тәуекел етті. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Аллазина сабару ва аля раббихим ятаваккалун. Садақаллахул азим. Уа Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, ол мүшриктердің сенің пайғамбарлығыңды қарапайым адам баласы болғаның үшін қабылдамауы қисынсыз әрі негізсіз. Сенен бұрын жіберген елшілеріміз де тек өзің сияқты біз уахи беріп отырған ер кісілер болатын. Әй кәпірлер һәм басқа да адамдар, егер бұл ақиқатты өздерің білмесеңдер, уахиге сүйенген илахи ілімнен сусындаған шынайы ілім иелерінен сұраңдар. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Садақаллахул азим. Біз ол пайғамбарларды айқын дәлелдер, мұғжизалар һәм өсиетке толы иләһи парақтар және кітаптармен жібердік. Уа Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, саған да осынау зікірді, Құранда адамдарға түсірілген ақиқаттарды, иләһи үкімдерді, уағдалар мен ескертулерді ашып түсіндіруің үшін түсірдік. Бәлкім олар шындап әрі жүйелі түрде ойланар. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бил байинати ваз-зубур. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Садақаллахул азим. Хақ діннің адамдар арасында кең етек жаюына кедергі жасау үшін түрлі жымысқы айлы амал істегендер Алланың өздерін жерге жұтқызып жібермейтіндігіне, немесе күтпеген жерден келетін жойқын азаптың бастарына орнамайтындығына кәміл сенімді ме? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. صدق الله العظيم. Яки тіршілік күйбеңімен ары-бері жүгіргендерінде Алланың азабының өздерін тырп еткізбей бас салмайтындығына сенімді ме? Ондай жағдайда олар Алланың азабына әсте тосқауыл бола алмайды. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ау яхузахума фи тақаллубихима фама хум бимуъжизин. Садақаллахул азим. Немесе естерін жиып жөнге келер деп күш-қуаттарын, мал-мүліктерін бірте-бірте кеміте һәм үрейлерін ала отырып ақырында тырп еткізбей бас салмайтынына сенімді ме? Міне Алла тағала ауыр азапқа душар етпей тұрып осылай жиі ескерту жасап мұрсат береді. Өйткені Раббыларың құлдарына шын жанашыр, ерекше мейірімді. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ау яхузахум аля тахауфин фа инна раббакум ларауфур рахим. Садақаллахул азим. Олар Алла жаратқан әрбір нәрсенің көлеңкесінің бір Алланың әміріне бас иіп, сәжде еткен күйде бірде оң жақтан, бірде сол жақтан түсіп, айналшықтап жүргенін көрмеді ме? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. Садақаллахул азим. Күллі аспан әлемі мен жердегі барлық тіршілік иелері мен періштелер Аллаға сәжде етеді һәм әсте көкірек керіп тәкаппарланбайды. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Валиллахи ясджуду ма фис самавати ва ма фил арди мин даббатин вал малаикату ва хум ла ястакбирун. Садақаллахул азим. Олар өздерінің жалғыз иелері Раббыларынан шынайы түрде қорқады һәм өздеріне бұйырылғанды бұлжытпай орындайды. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Яхафуна раббахум мин фауқихим ва яфъалуна ма юъмарун. Садақаллахул азим. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Сәжде аяты.